Алматы облысы, Іле ауданы, Юрий Алексеевич Гагарин атындағы номер 16 орта мектептің оқушысы Жұмабай Айнұр Мұхтарқызы. Бүгін мен сіздерге менің отбасым сабақтастық құндылықтар және мән атты жобамды ұсынамын. Бұл тақырып біз үшін өте маңызды, себебі отбасы адам өміріндегі ең басты байлықтардың бірі. Жобамның мақсаты отбасылық құндылықтар мен сабақтастықтың маңызын көрсету, ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты нығайту және міндеті қоғам мен отбасы байланысын түсіндіреді, отбасылық қарым-қатынас мен құндылықтың маңызын көрсетеді және сабақтастықтың өсуін көрсетеді. Жобамның өзектілігі бүгінде жаһандану заманында отбасылық құндылықтар әлсіреп жатыр және мәдениет өзгеріп жатыр. Біз осы мәселенің алдын алуымыз керек. Ұлттық құндылықтардың бастауы отбасы. Әке отбасы тірегі болса, ана берекесі, ал балалар болса, отбасы қуанышы. Отбасылық құндылықтар адам өмірінің құндылықтарға толтырып, маңызын көрсетеді. Бұл жоба келесі мәселелерді шешуге көмектеседі. Отбасылық құндылықтардың ұмтылуы, ұрпақтар сабақтастығының әлсіреуі, отбасы мен қоғам арасындағы байланысты нығайту. Және менің осы мәселелерді шешу жолдары бойынша өз ұсыныстарымды айта кетсем, ең бірінші кезекте отбасылық құндылықтарды насихаттау. Келесі ата-аналар балалармен көбірек уақыт өткізуі қажет. Және де отбасылық құндылықтарға байланысты іс-шараларға дамыту. Жобаны жүзеге асыру үшін менің жасаған зерттеу дәлелдерім. Отбасы мектеп тәрбие мен құндылық негізі. Менің отбасым маған жан-жақтылықты, жауапкершілікті, жалпылама айтқанда маған құндылыққа толы бағыттарды үйретеді. Ата-анамның мектеппен байланысы менің тұлғалық дамуымда өте маңызды рөл атқарады. Абай атамыз айтпақшы, адамның жақсы болуы тәрбиеден, ата-ананың берген үлгі өнегесінен. Демек, отбасыдан жақсы тәрбие алған бала өмірде де сол тәртіппен жүреді. Оны осы фотосуреттерден байқасаңыздар болады. Ата-анамның қолдауынан менің жан-жақты болып оқуды озат бітіруім. Және мына жерде көріп тұрғандарыңыздай менің мектеп өмірінде құндылықтарға байланысты іс-шараларға қатысып маңызын байқауым. Келесі кезекте қорытындыламас бұрын сіздерге өзім дайындаған макетті таныстырғым келеді. Бұл отбасы құндылықтардың сатылары. Көріп тұрғандарыңызда екі түрлі жол бар. Біреуі құндылықтарға толтырып, жеңіске жетелейтін жол болса, ал екіншісі мүлде керісінше, отбасылық құндылықтардан айырылған жағдайда құлдырау. Алғашқы баспалдақ құрмет. Қазақта үлкенге құрмет, кішіге ізет деген дана сөз бар. Яғни, құндылық ең бірінші кезекте құрмет арқылы қалыптасады. Қолдау. Әрбір балаға ата-анасының қолдауы, мейірімі керек. Қуаныш пен мақтау жеңіске жетелейді. Ал білім мен тәрбие болашақтың кепілі. Келесі жол немқұрайлықтан басталады. Немқұрайлық қиындық пен қорқынышқа әкеледі. Өзгемен салыстыру өзіне деген сенімділікті жояды. Кемсіту болса рухани күйреуге әкеледі. Енді қарасаңыздар, бұл оқушы барлық құндылықтарды бойына сіңіріп тез көтеріліп келеді. Сондықтан ол жеңіске жетеді, яғни болашағы жарқын. Ал мына оқушы, әрине ол да жоғары көтерілгісі келеді, бірақ оған ешкім көмектескен жоқ. Сондықтан ол әрі қарай шыдамастан құлайды. Бұл макет өмірден алынған, яғни бұл макет өмірлік көріністі бейнелейді. Мен бұл макет арқылы отбасы құндылықтарының қаншалықты маңызды екенін және сабақтастықтың маңызды екенін көрсеткім келді. Қайда жүрсің көші? Қайда жүрсің кешігіп? Шығар кітап дәптеріңді. Қайда форма? Әкеңе не келдің ба сен? Дастан, бер кел. Әкесі, мен мына ұлымнан шаршап болдым. Менің жүйкем таусылды. Мектептен мұғалім қоңырау шалды. Мына біздің баламыздың тәртібі, білімі нашарлап барады. Сен сол жайында өзің мына ұлыңмен сөйлес. Ал балам, кел қасыма отыр. Я балам, мұндайды мен сенен күтпедім.
киімің бүтін, тамағың тоқ, не жетпейді саған? Мұғалімдермен ерекше деп естідім. Мұғалім деген ол ерекше адамдар. Әйгілі, үлгілі, тәжірибесі бай адамдарды ғана мұғалім дейді. Мұғалімді құрметтеңдер. Білімің нашар деп айтып жатыр. Білекті адам бірді жығады. Білімді адам мыңды жығады дейді. Білімсіз адам кедей дейді. Білім кімге керек? Саған керек. Өкіметіміз оқытып жатыр сендерді. Баптап білім алсын, тәрбие алсын деп. Ертең осы егеменімізді сақтап қалатын сендерсіңдер. Осы 50 мемлекеттің ішіне кіргізетін сендерсіңдер. Тек қана білімді ғана адамдар осы мемлекетті көтереді. Шешеңді сыйла, әкеңді сыйласаң, бәрі жақсы болады. Енді мынанды естімеймін балам. Жақсылап оқы, жарай ма? Барабай. Ол өзінің қаншама уақытын текке өткізгенін енді ғана түсінді. Құндылықсыз өмір мағынасыз және мақсатсыз. Ол қанша да тырысса да биікке көтерілу оған қиын болды. Мен сенімен келісемін. Адамға өзгеру ешқашан кеш емес. Құндылық бұл өміріміздің іргетасы. Отбасы, мектеп, қоғам берген тәрбие болашақта бізді биікке көтереді. Ол өз қателігін енді түсінді. Құндылықсыз өмірде бағыт жоқ, ал құндылықпен болашақ жарқын. Әр балаға махаббат пен қолдау қажет. Құндылық болашақтың кепілі. Біз өз болашағымызды қазірден бастауымыз керек. Видеода көріп отырғандарыңыздай сіздер бір баланың өзгеру жолын көресіздер. Алғашында ол құндылықтардан алыстап кеткен бала болатын. Бірақ бір сәті түсіп, ата-анасы оған ерекше көңіл бөліп бағыт-бағдар берген кезде, ол жақсы жаққа өзгеріп, жеңіске жете бастайды. Бұл видео отбасы құндылықтарының балаға тигізер әсерінің шексіз екенін көрсетеді. Жүсіп баласығын айтқандай, адамға 3 мінез сіңіру керек. Біріншісі шыншыл болу, екіншісі адал болу, үшіншісі еңбекқор болу. Егер осы 3 қасиет бала бойында болса, онда ол ешқашанда сүрінбейді. Ал енді осының барлығын ала отырып қорытындылайтын болсам, отбасы құндылық пен тәрбие бастауы, ал мектеп болса даму мен білімнің негізі. Олардың үйлесімді байланысы арқылы саналы ұрпақ қалыптасады. Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов айтқандай, ел болам десең бесігімізді түзе деген. Бесігіміз берік, тәрбиеміз түзу болса, болашағымызда жарқын болмақ. Барлығымыз отбасылық құндылықтарды сақтап, ұрпақтар сабақтастығын жалғастырайық. Бір-бірімізге мейірімділік танытып, қолдау білдірейік. Назарларыңызға көптен көп рахмет.